Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі диктантымыздың тақырыбы жаз. Мәтінді оқып беремін, мұқият тыңдаймыз. Жаз айлары: маусым, шілде, тамыз. Жазда күн ыстық болады. Адамдар жеңіл киінеді. Оқушылар жазғы демалысқа шығады. Тауға, орманға, тоғайларға саяхатқа шығады. Лагерьге барады. Қала немесе ауылға қыдырады. Жаз мезгілінде көкөністер мен жемістер піседі. Барлығы 33 сөз жазады екенбіз. Диктантты азат жолынан бастап жазуды ұмытпайық. Жаз айлары: маусым, шілде, тамыз. Жаз айлары: маусым, шілде, тамыз. Жаңа сөйлем. Жазда күн ыстық болады. Жазда күн ыстық болады. Жаңа сөйлем. Адамдар жеңіл киінеді. Адамдар жеңіл киінеді. Жаңа сөйлем. Оқушылар жазғы демалысқа шығады. Оқушылар жазғы демалысқа шығады. Жаңа сөйлем. Тауға, орман, тоғайларға саяхатқа шығады. Тауға, орман, тоғайларға саяхатқа шығады. Жаңа сөйлем. Лагерьге барады. Лагерьге барады. Жаңа сөйлем. Қала немесе ауылға қыдырады. Қала немесе ауылға
қыдырады. Жаңа сөйлем. Жаз мезгілінде көкөністер мен жемістер піседі. Жаз мезгілінде көкөністер мен жемістер піседі. Оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды. Мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Жазған диктанттарыңды тексеріп алыңдар. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Жазда күн ыстық болады. Адамдар жеңіл киінеді. Оқушылар жазғы демалысқа шығады. Тауға, орман, тоғайларға саяхатқа шығады. Лагерге барады. Қала немесе ауылға қыдырады. Жаз мезгілінде көкөністер мен жемістер піседі. Осымен диктантымыз аяқталды. Сау болыңдар.